Естіліп тұр. Жақсы, рахмет. Тағы да қайырлы күн, құрметті әріптестер. Алматы студенттер альянсы корпоративтік қорының ұйымдастыруымен жүзеге асырылып жатқан әскери патриоттық тәрбиелеудегі құндылықтар атты онлайн шеберлік сабаққа қош келдіңіздер. Жалпы биылғы жылы сәуір айынан бастап Алматы студенттер альянсының ұйымдастыруымен әскери патриоттық бағыттағы іс-шаралар кешенін өткізу жобасы жүзеге асырылып келеді. Бұл жобаның Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі және азаматтық бастамаларды қолдау орталығының қолдауымен жүзеге асырылып келе жатыр. Баршаңызды осы іс-шарада көріп отырғанымызға қуаныштымыз және сіздерге пайдалы, болашақтағы жұмыстарыңызға қажетті ақпараттарға ие боласыздар деген сенімдеміз. Уақытымыз тығыз болғанына байланысты ұзақ сөйлемей, бүгінгі біздің шеберлік сабақты өткізуші білікті спикерімізбен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бүгін сіздермен бірге Мағамбетов Ғалым Темірбекұлы, халықаралық деңгейдегі педагог коуч, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің қызметкері, саналы ата-ана концептін зерттеуші және құрастырушы, жеке мектепте тәрбие ісінің концептісі, республикалық деңгейде ата-аналар форумы идеясының авторы, сабақты өткізетін болады. Ғалымбек Темірбекұлы, біз Ғалымбек Темірбекұлына сөз кезегін беруге дайынбыз. Бірақ ол кісі өзінің жаңағы баяндамасын бастамас бұрын құрметті әріптестер, дыбыстарыңызды өшіріп қоюларыңызды сұраймыз. 35-я, 82-я, выключите звук, мешаете слушать. Баршаңызға естілді деген үміттеміз. Құрметті әріптестер, дыбыстарыңызды өшіріп қоюларыңызды тағы да сұраймыз. Қазіргі таңда біздің ортамызда Ғалымбек Темірбекұлы, жаңа жоғарыда таныстырып өттім. Қазір қосымша жаңағы чатта, сообщение түрінде бұл кісі туралы ақпаратты толығымен тағзым беруге дайынбыз. Енді дауысты естіліп тұрсыздар. Қайырлы күн. Ғалымбек Темірбекұлы, сөз кезегі өзіңізде. Естіліп тұрсыз. Рахмет. Енді сіздермен даусымыз естіліп тұр ма? Соны нақтылап алу керек. Сіз бәрі қатысып отырғанның белгісі ретінде микрофонын жауып отырғанын арқылы көруге болады. Егер әлі микрофон біреудің ашық болса, әлі дайын емес екені белгісі. Дайын болса. Құрметті әріптестер. Шынар ханым, сіз көмектесесіз алдыңыз, жауып Қостанай Өтелбай мектебі дейді. Даусыңыз ашық тұр. Осылай жеке-жеке айтып шығамыз ба? Бір жабасылай. Әдемі, керемет. Мен даусым естіліп тұрса, сіздер естілгенін білдіре кетсеңіздер. Енді сіздер мұнда бірге бәріміздің бас қосуымыздың мақсатын атап өтті ұйымдастырушылар. Сіздерден өтініш, бұл сабақ тек қана тыңдайтын, сіздер тыңдап отырасыздар, біз сөйлеп отырамыз деген сөз емес. Тақырыпқа қатысты араласып отырамыз. Араларыңызда жасы үлкен, шынымен де тәжірибелі мамандар отыр. Бұл кісілердің тәжірибесі, білімі, көзқарасы бар. Осыны қолдануымыз керек. Тек қана сөйлеуші сөйлеп кетеді деген сөз емес. Ол оңай, оның да варианттары бар. Онда YouTube-ты қосып қойып, бәрі тыңдай беретін еді ғой. Сол себепті біз бұл жерде кері байланыспен, яғни интерактивні сұрақтар арқылы 36-шы Түсіпбеков Маурат орта мектебі 36 Түсіпбеков, даусыңызды жабасыз ба?
осылай отырсақ сабақ өткізе алмайтынымыз, өтініш, бір дауысқа ие болайық та өзіміздің микрофонға, құрметті қатысушылар. Кері байланыстарыңызды білдіретіндеріңіз үшін алдын ала рахмет. Тағы бір өтініш, сіздер бұл жерде өзіңізді таныстыруға келмегендіктен, яғни не айтқым келіп отыр? Орысша айтқанда для галочки дейді ғой. Сол үшін болмағандықтан чатқа қай мектептен екендеріңізді жазбай қойсаңыздар. Бұлай тек отчитывать ету үшін келмеген үшін қай мектептен екеніңізді жазбай қойсаңыздар чатқа. Ол белгілі. Себебі сабақ түсіндіріліп жатқан кезде біреу чатқа өзін таныстырып жатса, не мақсатпен жазып жатыр? Сабақты бөлу мақсатымен ба деген ғана сұрақ келеді бұл жерде. Сол себепті өтініш, басталғанға дейін жазып үлгергендер жазды, рахмет. Қазір чатты қарап отырсаңыздар, сіздерге сұрақ сұраған кезде соның жауабын ғана жазсаңыздар, кері байланыс ретінде. Себебі қазіргі айтатын дүние сіздердің білмейтін нәрселеріңіз емес. Көп нәрсені біз білеміз, ол жаттанды түрде қалыптасқан дүние болып кеткеннен кейін кейде назар аударамай қалып жатамыз. Балаларымыз да солай негізі. Әскери патриоттық тәрбиені қабылдайтын балалар көп нәрсені жаттанды түрде білет, бірақ түк түсінбей түлек болып шығуы мүмкін. Оларға қалай оны саналы түрде деген сол, саналы түрде әсер ету. Отандастық деген мақалды садиктен бастап білуі мүмкін бала. Отан үшін отқа түсіп күймейсің дегенді балабақшадан бастап, бастауыш сыныптан бастап білуі мүмкін бала. Бірақ оны қаншалықты өмірде сезініп жатыр. Дәл сол сияқты білетін нәрселерді назар аудару, тереңдей түсу десек болады. Рұқсат етсеңіздер, сабақ бастауға кірісейік. Ұйымдастырушылар маған демонстрация экранына рұқсат беру керек. Кішігірім жинастырып алайын. Көрініп тұр, дауыс естіп тұр десеңіздер, ары қарай жалғастырайық. Көрініп тұр, дауыс естіліп тұр десеңіздер, ары қарай жалғастырайық. Естілмеді ау демейші. Естіліп тұр. Рахмет. Естіліп тұр. Жақсы, рахмет. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз әскери патриоттық тәрбие. Есімім Ғалымбек Бермағанбет, Темірбекұлы. Өзім педагогпын. Коучинг дегенді зерттегенмін. Бұл өте мықты құрал, естігендеріңіз болса. Егер дұрыс деректен естіген болсаңыздар, сразу айта кетейін, коучинг туралы Қазақстанға псевдокоучтар бірінші кірді. Сол себепті бұны мақсатынан тыс ақшаға айналдырып, бытышын шарт десек те болады. Сол себепті қазіргі Z ұрпаққа сабақ үйретуде керемет бір тәсіл екенін айта кетейік, егер бұны дұрыс түсінген болса. iPhone қайта қол көтеріп жатыр, айтқысы келген не екен? 3 рет көтерді, демек назар аудару керек, басылып кеткен жоқ. 4-ші рет көтерді. Демек ұнап қалғанға көтеру. Ары қарай жалғастыра берейік. Енді құрметті әріптестер, құрметті педагог мамандар, құрметті тәрбие ісі жөні орынбасарлары, құрметті алғашқы әскери дайындық ұстаздары. Әскери патриоттық тәрбие деп нені айтамыз? Бұл жердегі сұрақты былай түсініңіздер. 3 сұрақ сұрайым. Біріншісі, ата-анадан сұрасақ, құрметті ата-ана,
енді біз ортақ қой, бала ортақ жоба. Осы мысалды бергенде көбіне мен денсаулық саласын мысалын бергім келеді. Бала пациент, біз ұстаздар қауымы, күндізгі врач, ата-ана түнгі врач, екеуі бір протоколмен баланы емдеп жатыр. Яғни біз қазір білім саласын алып келсек, бір протоколмен тәрбиелеп жатырмыз. Яғни бір-бірінен хабардар болу керек. Бір-бірімен тығыз жұмыс жасау керек. Бір-бірінен хабарсыз әркім жан-жаққа тартса, пациентке не болады деген сұрақ уайымдату керек. Сол себепті бұған кім бірінші қадам жасайды? Әрине, ұстаздар жасайды. Ата-анамен танысып, ата-ана дұрыс, яғни бір тілегіміз бір бар деген сияқты. Кейде тіліміз бір болуы мүмкін, бірақ тілегіміз бір ма. Сол себепті бұл сондай терең мәселе. Сол себепті енді сіздерге сұрақ. Әскери патриоттық тәрбие деп ата-анадан сұраса қалай жауап береді деп ойлайсыздар? Чатқа жазсаңыздар болады, микрофон алып жауап берсеңіздер болады. Сұрақтар бүгін сіздерден сұрайтын сұрақтарының дұрыс жауабы жоқ. Не деген сөз? Бұл жерде тек сіздің пікіріңіз бар. Ал пікір білдірмейтін, демек ешқандай ойлап жатқан жоқ, немесе сабаққа қатысып отқан жоқ деген сөз. Сол себепті пікір білдіру арқылы сіздер ортада екендеріңізді білдіріп отырсаңыздар. Ата-анадан сұрасақ, әскери патриоттық тәрбие деп не айтуы мүмкін? Ата-ана. Кездестіңіздер ме бұндай нәрсемен? Чатқа әлі келмеді. Микрофонға жауап берсек болады. Рудный 15-ші мектеп занят екен телефонмен. Чатқа келді, рахмет. Әскерге дайындық. Керемет, рахмет, тез жазған. Отанға деген құрмет, отан сүюге тәрбиелеу деп айтады ғой да ата-аналар. Сұрақты дұрыс түсіндім деп ойлаймын да. Дұрыс сұрадым деп, түсінікті деп ойлаймын. Ата-анадан сұрасақ, не деп жауап береді деп ойлайсыздар? Отан сүйгішке тәрбиелеу. Әскери патриоттық тәрбие дегенге өз отанға деген махаббат. Рахмет, Нұрлан мырза. Рахмет. Енді отан алдындағы борышы. Рахмет. Енді бұлай сұрасақ, мектеп ұжымынан бұл сұрақ тек қана директордың тәрбиесінің жөніндегі орынбасары емес, және алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі емес, барлық ұжымнан сұрасақ, айталық бір 100 шақты мұғаліміміз бар десек, ұстазымыз бар десек, осылардың көпшілік қауымға сұрасақ, не деп жауап береді деп ойлайсыздар? Бұл сұрақтардың себебі бұл кешенді түрде ұйымдастырылу керек. Бәрінің хабары болу керек бұл тақырыптан. Баланы адалдыққа, төзімділікке тәрбиелеу. 45-ші гимназия өзімде жаба сала алады екен. Жақсы. Ұстаздардан сұрасақ не айтады екен? Отбасынан басталатын отан алдындағы жауапкершілік сезімі. Жақсы. Жауапкершіліктің болуы. Так, үй жұмысын орындап келу үшін жауапкершілік керек, демек бұны әскери патриоттық тәрбие деп айта аламыз. Деген сөз ба? Жауапкершіліктің болуы. Бала кезінен, садик мектеп кезінен отан деген не деп ойлаймын? Отанға деген сүйіспеншілік. Нағыз патриот болу үшін елін, жерінің, тарихын бөлу. Енді үшіншісі, 3 адам дедік бағана, 3 мектеп ұжымы, яғни ұстаздар, ата-аналар және кім ортамыздағы басты рөлдегі деп айтайық, қатысушы ол оқушылар. Оқушылардан сұрасақ не деп айтуы мүмкін? Біз осы арқылы әркімнің көзқарасын түсінсеміз.
тилектер осылай бірігеді. Оқушыдан сұрасақ не айтуы мүмкін? Көпшілігінен. НВП дейміз ғой, бұлай балалардың арасында қалыптасып кеткен пәннің аты ретінде. Бұны қалай түсінеді? Немесе тек осыны ғана түсіне ме екен? Әскери патриоттық тәрбие деп. Әлде жалпы бір әріптесіміз жазып өткендей, балабақшадан бастап та бұл түсінік қалыптаса бастайды ма? Бастауыш сыныптан бастап қалыптаса бастайды ма? Тек қана алғашқы әскери дайындық пәнімен ғана шектеледі, осының төңірегіндегі ғана дүние ме бұл? Әскери патриоттық тәрбие деген. Әскерге дайындық деп түсінеді оқушы. Рахмет, керемет, дөп басып айтқан көзқарас деп ойлаймын. Балабақшадан басталу керек деп бір әріптесіміз, сұрақтың жауабы осы ма? Балалар қалай түсінеді? Балалар айта ма балабақшадан басталу керек деп? Елін жерін қорғауға деп түсінеді. Жақсы. Әскерге дайындық. Жақсы. Біздің әскер деп жалпы айтады ғой, әскер деген. Негізі әрқайсымыз бір әскеріміз ғой, білесіздер да? Әрқайсымыз бір әскеріміз. Осы түсінік біздің кезінен қалыптасқан. Яғни, кішкентайынан бастап тарихты қарап отырсақ, бабаларымыз қалай тәрбиелеген балаларын әрқайсысы бір әскер ретінде. Себебі ол кезде шекараның бекітілуі қазіргі заманда емес. Сол себепті әркімнің найзаның ұшында ойнай білуі маңызды еді. Бүгінге оралайық. Бүгінде әскеріміз бірақ. Әркім найзаның ұшында ойнамаса да, қолына қару-жарақ алмаса да. Бұрын жау қайдан келеді? Вообще, жалпы кімнен қорғайды? Кімнен қорғаймыз? Бізді отан қорғаушылар кімнен қорғайды? Жаудан қорғайды. Жау қайдан келіп жатыр? Мысалы, кибер қауіпсіздік дейді. Буллинг дегенде, кибербуллинг дегенде термин шықты ғой қазір. Балалардың тәрбиесінде кездеседі да. Кибер қауіпсіздік деген бар. Бұған қолына қару-жарақпен қорғайды ма? Бұл да қорғау емес па, отанды? Демек, біз ауқымды қарау керек бұл мәселеге. Патриот деген әскерге баратын адам ғана ма? Әрине, бірінші кезекте олар. Бірақ олар ғана ма? Мысалы, бір шетелдің алдың қатардағы университетіне түсті бір жерлесіміз. Бір 11-ші класс бітірді, ол жоғары оқу орнына түсті. Ол жерде патриот бола ала ма? Қалай ол патриот бола алады ол жерде? Қандай әрекетімен? Әскери патриоттық тәрбие өз отанын шексіз сүю, тәрбие отбасынан басталады, бала санасына ұлттық құндылықтарды арттыру. Жақсы. Енді осы түсінікті бірінші өзіміз қалай түсінеміз, осыған келісіп алу керекпіз. Өзіміз қалай түсінетінімізге. Әрі қарай бала үшін кез келген ересек адам, әсіресе 11 жасқа дейін бәрі батыр. Тіпті ата-анасының өзін, тіпті ұстаздарының өзін, бастауыш сыныптың допқа аяғы жақындап кетсе, оны бір мықты бір футболист деп ойлауы мүмкін. Сондай баланың алдында ол үлкен алып тұлғалар олардың әрқайсысы. 12 жаста келіп өтпелі кезең, орысша айтқанда переходной возраст. Осы кезге бастап пікірлері қалыптасып, енді оларда да пенде ғой дегендей түсіне бастайды. Бұл деген сөз бұрынғыдай абыройлы болмауы мүмкін, сөз тыңдамауы мүмкін, оның әрбір сөзінен үлгі алмауы мүмкін. Сол себепті алғашқы сана сезімінің қалыптасатын. Тіпті зерттеулер айтады, 6 жасына шейін 70% оның сана сезімі қалыптасады. 70% 6 жасқа дейін, яғни балабақша кезеңі. 11 жасқа шейін 90%, 18 жасқа шейін 100%-ға қалыптасып, ол көбіне өзгермейді. Егер басынан күрделі оқиғалар өтпесе, ол көбіне өзгермейді, осылай қалады.
түп сана деген сол. Тіпті көбісінің қазір біз енді отбасы саналы ата ана деген зерттеп жатқан кезде кім қандай үйленген кезде кім қалай әке болу, кім қалай күйеу болу, кім қалай ана болу, кім қалай жар болу деген түбін қарасақ, өзінің көргендері ғана шығады көбіне. Бір психологқа бару мүмкін, бір кітап оқу мүмкін. Ол көбіне бала тәрбиесінде қарым-қатынаста шықпайды. Дәл сол сияқты да біз осы жағын ойлау керекпіз. Ал мектептегі бүкіл мұғалімге 100 мұғалім дейді да, орташа есеппен алып қараған кезде. Бұл құндылықты кім береді? Мектептегі мұғалімге. Яғни, мысалы, алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімі, өздеріңіз айттыңыздар, бала кішкентайынан қалыптасып келу керек. Маған 10-шы класқа келген кезде бұл түсінік, бұл құндылық қалыптасқан бойда келу керек деп отыратын адам ба? Әлде осы саланың жалғыз маманы ретінде, сол мектепте, сол білім ордасындағы осы жүк мойнына аманат арқалаған адам ретінде басқалардың бәрін Мағжан Жұмабаев бабамыздың айтқандай маса сияқты оятып ызылдап жүру керек пе? Бастауышта қандай дүние беріп жатсыңдар ертең бізге келген кезде? Педагог дегеннің айырмашылығы осы жерде. Пән мұғалімнен. Пән мұғалімі болып кетті өкінішке орай. Былайша айтқан кезде репетитор сияқты болып кетті өкінішке орай. Көбісі, бәрі емес. Ішінде мықты педагогтар да бар. Айырмашылығы ата-ана төлемейді, мемлекет төлейді оның ақшасын. Репетитор сияқты. Тек қана математиканы үйретем, тек қана химияны үйретем, тек қана ЕНТ-ға тарих пәніне дайындаймын деген сияқты. Сағатына кіріп. Бұл пән мұғалімі. Бірақ педагог деп қараймыз ғой. Мемлекет деңгейінде көтеріліп жатыр да, педагог статусын көтеру дейді. Пән мұғалімдерін, орысша айтқанда предметник. Олардың статусын көтерейік деп ешкім көтерген жоқ. Ал егер пән мұғалімі ғана болса, педагог өзінің педагогикалық жұмыстарын жасамаса, психолог бүкіл мәселені шешу керек сияқты көрініс ортаға шығады. Балада бір мінез пайда болды, психологқа апару керек. Психолог келіп қойып берсін. Педагогикалық подход қайда? Демек, біздің айтып атқан нәрселеріміз дұрыс болу мүмкін. Ешкім былай айтқан кезде шүбәсіз мемлекетіміздің де негізі ретінде болу мүмкін бұл тақырып. Бірақ педагогикалық құралмен жақындамасақ, баланың деңгейіне түсіп, баланың тілінде, олар әлі армияда емес, тұрыңдар, отырыңдар, оңға, солға дейтіндей. Қазіргі ұрпақтың ерекшелігі бар. Z ұрпақтың. Қазір бастауышты бітірейін деп жатыр. Альфа ұрпақ. 2013-тен бастап туылғандар. Ол 70% әлі зерттелмеді, ол қандай ұрпақ екені. Z ұрпақ деген 90 жылдардан бастап әңгімесі келіп жатыр. Біздерге соңғы 5-6 жылда ғана пайда бола бастады. Бұлардың тілі не? Әр нәрсенің тілінде сөйлеу керек біз дейміз ғой. Яғни осы мәселені кешенді алып қарауға мәжбүрміз. Егер біз шынымен де өзімізді патриот десек, жанымыз ашса, сабаққа кірдік, журнал толды, есеп келді, отчет тапсырдық деуге де болады әрине. Ешкім бұған. Бірақ бұл іштегі дүниемізді, бұл өзімізге сын. Бұлай ғой жаңағы. Ремень тақпауды, гаишникті әртүрлі форматта алдауға болады ғой. Бірақ біз өзіміз қалай бұл заңды құрметтеп жатырмыз деген сияқты. Сол себепті егер бұндай болмақ қайда деп айтпаймыз, егер шын мәнінде бұл құндылыққа бірінші кезекте өзіміз сенсек. Абай атамыздың сөзі. Бұндай болмақ қайда деп айтпаймыз, егер шын мәнінде бұған өзіміз сеніп қабылдаған болсақ. Тағы бір сұрақ, осыған тереңдей түсу үшін. Оқушыларымыздың алдында әскери патриоттық тәрбиеге байланысты қандай міндеттеріміз бар деп ойлайсыз? Оқушыларымның алдында мен қазір сіздерге алғашқы әскери жерге қатысушыларды маған жеткен мағлұмат бойынша мектептердің тәрбиесі жөнінен орынбасарлары мен алғашқы әскери дайындық пәнінің ұстаздары деді. Бірақ бұл сіздерге ғана емес, бұл сіздердің бұл мәселеге сенулеріңізбен жүрмейді бұл. Яғни, мысалы, басымыздан әлем бір жағдайдан өтті да, COVID-19, коронавирус. Тек қана бұған врачтардың сенуі жеткілікті ме еді?
сақтану үшін. Әркім өзін сақтау керек қой бұдан. Тек денсаулық саласының қызметкерлері сенсе, қалғанның бәрі солардың алдында ғана сақтанып, қалған уақытта тойларын жасай берсе не болады? Кездесіп, ешқандай масканы гаишник көрген сияқты, солардың алдында ғана тағып олар кетсе, шеше салып, ремень, гаишник көргендегі ремень сияқты қылып. Онда тіле болады ауруды. Дәл сол сияқты, бұл жердегі қайталап айтайын, осы нәрселерді естуге келдіңіздер ма? Білмеймін, бірақ біз кешенді түсіну керекпіз. Бірінші өзімізде түсініп бастау керекпіз. Біз сенсек, біздің сөзіміз емес, көзімізге қарап, басқа мұғалімдер де сенеді, ата-ана да сенеді, оқушы да сенеді. Бұл жұмыс іске асады деп үміттенуге болады ары қарай. Көзімізден көрінеді бұл. Сол себепті енді қандай міндетіміз бар нақты? Бұны ұстаздарының атынан жауап берсеңіздер де болады. Біздің қандай міндетіміз бар? Біздің балаға осы нәрселер, оқушыларымызға әскери патриоттық тәрбиеге байланысты қандай міндеттеріміз бар? Өзіміз патриот болуымыз керек. Рахмет, керемет. Мұғалімдер ретінде әрбір сөзімізден, ісімізден. Бұл жерде бір нәрсені айта кетейінші, сіздермен бөлісе кетейін. Сол кезде бір ой келді. Қыста 3-ші тоқсанда 11-ші қаңтарда басталу керек еді. 3-ші тоқсан. Қыста, осы өткен оқу жылында. Не істеді? Бір аптаға кешіктірілді. Себебін білеміз ғой бәріміз. Қаңтар. Себебін білеміз. Қаңтар оқиғасына байланысты кешіктірілді. Не болды? Интернет бәрі өшті. Тек қана кейбір телеарналар жұмыс жасап тұр. Менің экраным өшіп қалды. Кейбір телеарналар ғана жұмыс жасап тұрды. Үйден шықпай бәрі жаңалық қана көріп отырды. Үйде бала бар. Оның балабақша жасындағы бала бар. Бастауыш сынып жасындағы бала бар. Орта буын бар, үлкен сынып бар, тіпті кейбір студент балалар да бар. Ата-ана дастарханда отырып, кейбір біз сенген адам сатқын болып шықты деген пікірді де ашық айтты. Тіпті қобалжыды, уайымдадық. Айтады ғой кәдімгідей, отанымыз кетіп қала жаздады ма деген сияқты қорқынышта болды бәрімізде, жасырын емес. Сол нәрсені уайымдап отырды. Енді қараңыздар, бала бұны естіп отыр ма? Естіп отыр. Сана сезіміне не қалып жатыр баланың? Әрбір отбасында болып жатыр бұл. Біз кейбір мәселелер сөйлесіп отқан кезде үлкендер болып, біз бала түк түсінбей жатыр деп ойлаймыз ба? Бала ойыншық ойнап отса да, бүкіл нәрсесімен қабылдап отыр бізден. Сөйтіп, бір қатысты жауапты адамға звондадым. 3-ші тоқсан қалай басталайын деп жатыр деп. Шыдай алмадым. Ой уайымдатты. Әр баланы қандай сана сезімде бұл мәселе қалай қалып жатқаны. Балада бұл патриоттық сезіміне, егер бұған дейін қалыптасқан болса, қалай оны жойып жіберіп жатыр, қалыптасқан болса, қалыптаспаған болса, қалыптасу үшін қалай әсер етіп жатыр. Шын мәнінде патриот болып жатыр ма деген сияқты сұрақ мазалады, звондадым. 3-ші тоқсан бастайын деп жатырсыздар ма? Иә, бастайын деп. Қалай бастайсыздар дедім. Енді бастаймыз кәдімгідей. Түк болмаған сияқты бастайсыздар ма дедім. Иә дейді, түк болған жоқ па сонда? Енді болды, енді не істейміз дейді. Енді балада бір сұрақтар пайда болды, басы былай алай-дүлей болды да, не болып кетті деген сияқты. Не болды? Бізді кім қорғап жатыр? Егер сондай кейбір нелер сатқын деп, госизмена деп статьямен нетіп жатса. Деген мазалады да сұрақтар. Енді осы жерде осыны уайымдау деп ойлаймын. Егер біздер педагог ретінде балаға осы сезімді қалыптастыратын болсақ, демек не істеу керек еді? Бір жүйемен тәуелсіздік күні көбіне бұлай құттықтайтын әріптестеріме. Тәуелсіздік құтты болсын.
тәуелсіз ойлана алуды тілеймін. Тәуелсіз ойлана алу деген сөз, кейбір жасалу керек дүниелерді мемлекетке тәуелді болмай, дұрыс деген дүниені жасай білу. Патриоттық сезім деген әр отбасында жасай беру керек. Ешкім мемлекет келіп сіздің отбасыңызға кіріп, оны үйретпейді. Әр мектеп педагогтар отырып жиналып, не дұрыс деп соны жасай білу. Не дұрыс, оның дұрысы не? Тәуелсіз, оның мүмкіншілігі бар. Ол былай айтқан кезде қосымша оған құрал керек емес. Соқырлар болады ғой, қолына бір таяқ керек. Таяқ болмаса жүре алмайды ол, тәуелді оған. Ол өзі жүріп кете алмайды. Осы мәселеге уайымдап, 3 адам жиналып, балаларға не дейміз деуге не кедергі? Тәуелсіз ойлана алу немесе алмау кедергі. Бұлар сын емес, құрметті ағайындар, әріптестер, бірақ жалпы көбіне білім ғылым министрлігі, қазір енді оқу ағарту министрлігі тарапынан бір бағдарлама келіп, ол енгізіліп жатпауы мүмкін. Әркім өзінің патриоттық сезіміне қарап, егер өзіне сенсе, әрине, өзін дұрыс патриотпын десе, онда балалардың көзінен осыны оқып бере білу. Педагог деген осы. Пән мұғалімі сағатқа кіріп шығушы тұлға емес. Патриоттық сезімді жаңа оқушылардың алдындағы бізге кім белгіледі деді, қандай міндеттеріміз бар деді, бұларды кім белгіледі, бас тарта аламыз ба деген сұраққа қалай жауап берер едіңіздер? Мен интернет лақтырып жіберді. Қазір естіліп тұр ма даусым? Я естіліп тұр. Кім белгіледі бұларды? Бас тарта аламыз ба? Чатты тексерейік. Я деген сұрақ. Кім белгіледі? Бас тарта аламыз ба? Я. Түсінбедім бұл сұрақты. Бас тарта аламыз ба? Бас тарта алатын шығармыз. Бас тарта алмаймыз дейтін бар ма? Патриоттық сезімді, әскери патриоттық тәрбиені балаларға беру деген міндеттен бас тарта аламыз ба? Қараңыздар, кез келген қоғам, мемлекет, қауым, тайпа, социологтардың зерттеуі бойынша 3 нәрсемен басқарылады екен. Біреуі заңмен, біреуі дінмен, біреуі салт дәстүрмен. Кейбір мемлекеттер бар, діннің ережелерін ұстанады. Кейбір мемлекеттер бар, заңның ережелерін ұстанады. Кейбір мемлекеттер бар, қалыптасқан, жазылмаған заң дейді ғой, былай айтқан кезде, басқа сөйлейді, салт дәстүрмен басқарылады. Біздің қоғам көбіне осы нәрсе екен. Себебі бағанағыдай мысал бергендей, заң дұрыс атқарылып жатыр ма, осы заң қадағалаушылары болмаса, бұза салатын жағдай көп екен адамдардың. Ал дін дейтіндей көбісі ұстанбауы да мүмкін, аты болуы мүмкін. Ол жағда бар, біз енді зайырлы мемлекетпіз. Ал енді салт дәстүр дегенде көбісі шын мәнінде отбасында жеке қалғанда ұстанатын бір ар ұят, бір намыс, бір құндылық ретінде қарайды екен. Біздің осы нәрсемізде бар. Отан отбасынан басталады деген, ол өзіміздің сол отбасындағы ауызекі айтатын және бұны ұстанатын бір сондай бір дала академиясы деген дүние. Сол себепті осы құндылықты алдыға тартатындар, осы дұрыс біздің құндылығымыз дейтіндер, бас тарта алмаймыз дейді екен. Бас тарта аламыз дейтіндер де бар. Бұл жерде дұрыс жауапты сұрап атқан жоқпын. Әрине, әркімнің жауабына, көзқарасына құрметтейміз. Сол себепті өтініш, кері байланысты жұрт не ойлап қалады екен демей білдіріп отсаңыздар. Себебі шынымен де өзімізге бір ой салу. Мен сіздерге ақыл беруге келген жоқпын, тек ой сала алсам жетістікке жеттім деп есептеймін. Бұл саладағы білімім сіздерден асып түспейді. Бұны кәдімгідей айта аламын. Бұл саладағы білім сіздерден артық емес. Тек қана назар аудару керек тұстарға ой сала алсам жеткілікті деп келіп отырмын. Тағы бір ескеретін жағдай, құрметті әріптестер, әскери патриоттық тәрбие құндылығының болуы және оның мақсатының айқын болуы маңызды. Бұл нәрсені
тәрбиеленушілердің, яғни оқушылардың бәрінің білуі маңызды. Мысалы, бұл не деген сөз? Біреу келді да сіздің мектепке, әскери патриоттық тәрбиенің, осы құндылықтың мақсаты не? Деп директордан сұрады, мектеп директорынан. Ол жауап берді, мынандай деп. Жазып алды. Тағы да келді, бір ұстаздан сұрады. Тәжірибелі біз ұстаз, 30 жылдық стажы бар. Ол бір жауапты айтты. Сосын жас, алғашқы 3 жыл әлі толмаған жас мұғалімнен сұрады. Ол жауап берді. Оны да жазып алды. Жоғары сынып бір оқушыдан сұрады. Оны да жазып алды. Төменгі сынып бір оқушыдан сұрады. Оны жауабын жазып алды. Салыстырғанда бәрі бір-біріне ұқсаса, шынымен де бұл білім ордасында осы құндылықтың мақсаты айқын деуге болады. Егер бұның жауаптары әртүрлі болып, немесе білмейміз деген жауаптар болса, оның жауабы түсінікті деп ойлаймын. Сол себепті осындай бір көрсеткіштер кейде бізге айнаға қарау қызық қой. Шын мәнінде де. Таңертең міндетті түрде бір қарап шығамыз. Оқушылардың арасына кірейін деп жатырық дейміз. Мұғалімдер бөлмесінде айна болады, қарап шығамыз. Өйткені дұрыс болу керекпіз. Өзімізді қатты қызық, айна болмаса айна іздеп кетеміз. Өзімізге қарау керекпіз кейде. Сол сияқты өзіміздің құндылығымыз, ойымыз, тіліміз, тілегіміз, осының бәріне де қарап отыру керек. Кейде күнделіктегі мәселелер, маңызды мәселелерді ұмыттырып жібереді. Сонымен қатар кейбір мамандар басқалардың ұмытып кетпеш үшін еске салып жүретін. Яғни сол кісіге қарағанда әскери патриоттық тәрбие құндылықтары көз алдына елестей берген. Мұғалімдердің, сонымен қатар оқушылардың, оның коридорда әрі-бері жүруі осы құндылықты еске салып отырады. Осы мақсатты айқындап отыратындай жағдайға келу керек. Әркімнің ойы басқа, қалай қабылдануына байланысты барлығының ойы бір жерден шығуы мүмкін емес деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, қазіргі жағдайымыз осылай. Ал енді осы құндылық керек деп айтсақ, бәріміздің ойымыз әртүрлі болуы мүмкін, көзқарасымыз әртүрлі болуы мүмкін, бірақ бұл құндылыққа деген қабылдауымыз бір болу керек. Осы төңіректе қалай жиналатынымызға қарау керек. Біреуі басқаша жаңағы әнмен, мысалы бүгіннің батырлары дейді ғой, бұрынның батырлары белгілі, бүгіннің батырлары да өткенде Қостанайда болған. Әрине мына жерде көп көңіл айтамыз, қостанайлық отандастарымыз отыр. Қостанайдағы өртте өрт қызметкерлері өрт сөндірді. Жаңалықтар не деп жазды? Бүгіннің батырлары деді. Дұрыс. Коронавирустың кезінде бүгіннің батырлары деп кімді жазды? Денсаулық саласының қызметкерлерін жазды. Қашықтан оқытуда шынымен де қиын болды. Осы кезде кімнің қадірін түсінді? Халық, ата-аналар, ұстаздардың қадірін түсінді. Бүгіннің батырлары деді. Енді қараңыздар, сол сияқты әркімнің көзқарасы бір жерден шықпауы мүмкін, және ол батыр болу үшін әртүрлі құралмен батыр болу мүмкін, әртүрлі жағдайда қорғау мүмкін. Қарап отырсақ, бұлай ғой, әскер жағынан батыр болайын деген тілектің өзі дұрыс емес. Құдай сақтасын, ол өзін соғыста ғана дәлелдейді ондай адам. Сонда соғыс болсын дегені ма? Құдай сақтасын. Батыр болу ол бір қалайтын бір баг емес ол. Мәжбүр болғандықтан кейін басын тігіп, сол жердегі оны халықтың айтқан сөзі. Батыр болайын деген сондай бір проблемаға тап болайық, мен содан шығайын деген сөзі ма? Сонда қарап отырсақ, жалпы қарасақ, сол себепті әркімнің ойы бір жерден шықпауы мүмкін, ол дұрыс, бірақ негізі осы құндылықтың болуы. Құндылық дегенде мына мысалды айтқым келеді. Бір талды елестетіңіздер. Талдың денесі бар, негізгі. Сосын бұтақтары шығады. Одан жемістері бар, жапырақтары бар, және ол үлкен болып өсе бастайды. Гүл атады, бәйшешек атады. Бұл көзге көрінетін жағы. Енді адамды да кішкене оқушыларымызды бір тұлғаны осындай талды деп қарасақ, оның
дағдылары, машықтары, қазір soft skills, hard skills деп жатыр, мысалы 21 ғасырда керек дағдылар деп. Осы мәселелерді қараған кезде оның тіл білімі, кейбір спортпен айналысып денесінің мықты болуы деген сияқты көзге көрінетіннің бәрі ол талдың көзге көрінетін жағы. Бірақ талды тал етіп тұрған оның тамыры көзге көрінбейтін. Және боран болсын, қыста төбесі өліп қалған кезде көктемде қайтып бүршік ататынның бәрі оның тамырында. Нәр алатын, су алатын, бәрін осы тамыр арқылы алады. Құндылық деген осылар. Ал не үшін кейбір өте білімді адамдар отанын сатады? Неге тастап шетелге кетіп қалады? Орысша айтқанда утечка мозгов дейді ғой. Кейбір сапалы мамандар кетіп қалады. Құндылықтың болмағаны, тамыр жоқ. Бір жел алды да кетті ол талды. Ол желден, бораннан қорғайтын оның тамыры. Демек, осы екеуін пропорционально дамытуға мәжбүрміз. Тәрбие, құндылық деген дүниелер, сол сияқты әскери патриоттық тәрбие де көзге көрінбейтін, оның бір бағалау механизмі оңай дүние емес. Математика, ағылшын тілінің деңгейін сынайтын тесттерге ұқсамайды бұл. Сол себепті осы нәрсеге назар беру арқылы қалыптасу керек. Сонда ғана біз сене аламыз. Біздің осы шәкіртімде, менің осы мектептің ұжымы ретінде, осы мектепке келушілердің, тәрбиеленушілердің осы құндылықты, мақсатты алғанына сеніп айта аламын деп айтуға негіз бар. Басқаша өзімізге бағалау керек, өзімізге сын. Бұны ешкім тексермеуі де мүмкін, ешкім тіпті кінәламауы да мүмкін. Бірақ айнаға қарап өзіміз ождан дейді ғой, былай ожданымыздың, ар ожданның әңгімесі. Бұл да тамыр сияқты, көзге көрінбейтін дүниелер. Нағыз әскери патриот, педагог адамның сипаттарын қалай суреттер едіңіздер? Чатта жазып жатыр кейбір әріптестеріміз, бірінші өзіміз үлгі болу керекпіз деген нәрселер. Толықтай ек қолды көтеріп қосыламыз. Бұның басқа формуласы жоқ. Бала естіген емес, көрген істейді деген осы. Сол себепті өзімізбен маңыздымыз. Мынандай сөз бар ғой қазіргі. Адамдар жұртты өзгертуге құмар, бірақ өзі өзгеруді көбіне ойламай жатады дейді. Әр нәрсені кінәлау деген сияқты. Сол себепті біз бірінші өзімізге, әскери педагог ретінде біздің қандай сипатымыз болу керек, және жалпы бұл кез келген педагогта көріну керек дүние. Қалай ойлайсыздар? Әскери патриот, педагог адам сипаттарын қалай суреттер едіңіз? Екі мұғалім келді, іс-әрекеттерінен мынада әскери педагог қасиеттері бар, екіншісінде жоқ дегеннің нақты осы бағыт бойынша ерекшелендіретін қасиеттері не? Педагог өзі жауапкершілікті, әр ісіне тиянақты, әр ісін сөзбен емес, іспен дәлелдейтін адам болуы керек. Жақсы. Әр педагог жауапкершілік, сөйлеу әдебі, жүріс тұрысына мән беру керек. Жақсы. Қосымша сұрақ, әрине чатқа білдірмесеңіздер де әркімде жауап ойына келді деп ойлаймын. Бұны жазудың керек жоқ, тек қана бір ойлап өтсеңіздер. Өзіңізде осы сипаттар толық қалыптасқан деп ойлайсыздар ма? Және тек өзіңіз емес, әріптестерден де жауапты болғаннан кейін, осы бағытта, осы ойды салып жүретін болғандықтан кейін, әріптестерінің көп бөлігінде
осы қасиет бар деп ойлайсыз ба? Қарын аштыратын жағдайлар бар ма кейде? Маза қаштыратын жағдайлар бар ма кейде осы бағыт бойынша? Рахмет. Нағыз әскери патриот педагог өз ісіне адал, жауапты, сөзінде тұратын патриот. Ең бірінші адам өз ісіне жауапкершілікпен қарап, отанға адалдығын көрсету. Жауапкершілік деген құндылықты, бұл бір құндылық, көп көріп жатырық, әрине өте дұрыс. Мына жерде бір оқиға өзіме келіп отыр. Әскери патриот деген әңгіме қозғалған кезде Бауыржан Момышұлы атамызды еске алмау мүмкін емес. Бір күні бұл ауызекі сөз болуы да мүмкін. Бұл шын ба өтірік па жағына қарамай, бұндағы мән алуға тырысайық. Бір күні бір жас бір жігітпен отырады да бір кісі туралы сұрайды. Ана пәленше қайда дейді. Сосын ана шалма дейді. Жаңа жас жігіт. Бауыржан Момышұлы атамыз сұрайды, жас жігіт, шалма дейді. Сосын қарайды да, оның шал екенін қайдан білесің дейді. Енді жасы 70-тен асқан ғой дейді. Сонда қарайды, жасы 70-тен асқан адам 6 топқа бөлеміз дейді. 6 топқа. Біріншісі қақпас дейді. Ол өзіне пайдасы жоқ, және жұртқа зияны бар адам. Өсек тасиды, сөз тасиды, ананы жақтырмайды, мынаны жақтырмайды, орынсыз жерге сынайды деген сияқты. Бір қазіргі тілмен айтсақ, қазіргі психология тілмен айтсақ, токсичный дейді ғой былай адам. Екіншісі шал дейді. Кішкене одан дәрежесі жоғары. Ешкімге зияны жоқ, бірақ өзінен басқа ешкімге пайдасы жоқ. Үшіншісі қарт дейді. Өз отбасынан басқаға ешкімге пайдасы жоқ. Көршісі аш па, тоқ па, жау арғы үйден келе ма, бергі үйден келе ма, бәрібір. Өзіміздің отбасымыз жақсы, бақытты, маған бәрібір. Жаңағы мая хата с краю деген әңгіме бар ғой, кішігірім орысша айтқан. Сол сияқты. Одан кейінгісі қария дейді, 4-ші дәреже. Бұл өзінің жаңағы руы, туысқандары және өзінің тұрып атқан қаласынан ары қарай уайымдамайды, бәрібір. 5-шісі ақсақал дейді. Ол бүкіл елдің келешегін, хата с края, мен орысшам кішігірім орыс болып туылмағаннан қателіктер жіберіп қалуым мүмкін, кешірім сұраймын. Рахмет сізге. Жаңағы ақсақал дейді. Ақсақал ол бүкіл елін ойлайтын, уайымдайтын, құндылықтарымыз, тіліміз, ділімізге не болып жатыр деген сияқты. Жастар қайда бара жатыр деген сияқты. 6-шысы соңғысы абыз дейді. Бұл бүкіл әлемді, жер бетіндегі адамзатты, бүгінін, келешегін уайымдайтын. Қазір абыз деп кімді айта аламыз? Грета Тунберг деген қызды естулеріңіз бар ма? Швед қызы, 13 жасар қыз. Бұның қозғап жүрген тақырыбы мына бүкіл ел басқарып, жер басқарып отырғандарға айтады: "Ей, сендер дейді, жастары 60-қа келгендер, әрі кетсе шамамен орташа есеппен білесіңдер дейді да, адам орташа есеппен қанша жыл өмір сүретінін. Азып көп қалған жоқ дейді. Ертең ұрпаққа мына табиғатты не істедіңдер дейді. Бытшын шығарыңдар ғой. Әртүрлі жаңағы өндірістермен, нелермен. Не қалдырып баратсыңдар дейді. Келер ұрпаққа 50 жылдан кейінге. Өздерің рахат тауда, орманда демалып, одан кейін олардың бытшын шығарып, келешекке не қалдырып баратсыңдар дейді. Енді әрине біздің құндылық бойынша шынымен оны абыз деп айта аламыз, бірақ істеген істіне қарап сипаттар болсақ, яғни Бауыржан Момышұлы атамыздың сипаттауына назар беру керек. Біз жауапкершілік және уайымының шеңберінің үлкендігіне қарап, оның қандай төрге лайық екенінің көрсеткіші.
біз де негізі бұны өзімізге мен уайымдап жүрген дүниелерімді бір қағазға жазып шықсақ, онда шамамен өзімізге де етуге болады, бағалауға болады. Кейде өзіміздің жағдайымыз қызық қой, кейде тіпті витаминдеріміздің өзі қызық қой. Менде D витамині аз ба, С витамині аз ба деп өзімізді бір тексергіміз келіп тұрады ғой. Кейде психологқа барсақ, мен қандай адам, міне білгісі келіп тұрады, адамдар құмар да бұған. Дәл сол сияқты. Осы бағыттағы жалпы өзіміздің уайымымыздың қандай екені де осындай сұрақтарға жауап беру арқылы сипаттауға болады. Патриоттық тәрбиені жүзеге асыру үшін 90 сайын көлемді іс-шаралар өткізу, мектептерде, үйірме, клубтарда шынайы жүзеге асыру өте маңызды сөз қолданыпсыз, рахмет. Сыныптар ашу, түрлі лагерлерге оқушыларды тарту, апару, патриоттық әндер байқауын, патриоттық әнге флешмоб байқауларын өткізу. Керемет, өте керемет дүниелерді бөлісіпсіз, рахмет сізге. Осы нәрсе тек 2 сағаттық сабақ емес, барлық әлем. Осымен қазір осыған ұқсас тағы айтатын дүниелер бар, келеміз тағы. Рахмет сізге, Рудный 15-ші мектебі. Нейл Хоув бен Уильям Штраус деген америкалық, канадалық ғалымдар бар, ұрпақтар теориясын шығарды. Бұл теория, аксиома емес. Бірақ теория деп қалдыра салатын да дүние емес, шын мәнінде ішінде қызық дүниелер өте көп. Ұрпақтар теориясы бэйби бумерстен бастап X ұрпақ, Y ұрпақ және Z ұрпақты айтып өткен. Альфа ұрпақты кейін басқа зерттеушілер қосуда. Енді біз біріншіден баламызды тану керекпіз, өзімізді тану керекпіз. Химия пәнінің кейбір реакцияларын еске алар болсақ, содан кішкене нетуге болады. Кейбір элементтерді қалай бір-біріне қосылғанда реакция беретінін білмей қоса берсек, жарылуы мүмкін. Бұл айтқан кезде бензин мен отты қосуға болмайды. Май мен су араласпайды деген сияқты құндылықтар, бұл бір заңдылық қой. Осы сияқты адамдардың да бір ерекшеліктері бар. Олар бір-бірімен тіл табысады, бір-бірін түсінеді, бір толқында әңгімелесе алады, алмайды деген маңыздылықтарды білу үшін осыны түсіну керекпіз. Көбіне қазіргі балаларымыз Z ұрпақ. Z ұрпақ көбіне эгоист келеді, және кейбір нәрселердің не үшін екенін түсінбейінше оған кіріскісі келмейді. Жауапкершілікті, кішкене менің атым қожадағыдай, жауапкершілікті басқаларға артып қоюға құмар, бірақ өзінің ақысын талап еткенде бір сондай бір юридический білімі бар сияқты. Бір өзінің ақысын талап еткен кезде. Бірақ жауапкершілікті басқаларға лақтырғыш. Енді осындай алдымыздағы аудиториямен қалай тіл табысамыз? Қалай осындай аудиторияның патриоттық, әскери патриоттық құндылықтарды береміз? Бәрі әрине не үшінен басталады? Олардың тілінде сөйлеу, олардың толқында болу. Педагог деген сөз өзінің деңгейінде сөйлейтін адам емес, баланың деңгейіне түсе алатын адамды айтады. Профессор ол өзінің деңгейінде лекция оқи береді, тыңдаушылар үлгерсе үлгереді, жазса жазады, жазбаса жазбайды, оған бәрібір. Педагогтың орны бөлек. Сол үшін біз де осы жерде осы мәселені олардың тілінде, деңгейінде, олардың қолданып жүрген сөздері, көріп жүрген видеолары, ойнап жүрген ойыншықтары немесе ойындарының арасында қалай бере аламызды уайымдауымыз маңызды. Бір мысал айта кетейін. Бір жастар театры деген ашылып, өзіміздің жаңағы батырлар деген нәрсені қояйық. Мынандай жасапты, ата-аналармен, балалармен бір театр жасап, соған мынандай не жасапты. Ішіне Спайдермен дейді ғой, қазір Человек-паук деген өрмекші адам. Сосын жаңағы Капитан Америка дейді, әртүрлі қазір балалардың мультфильмдері және ойыншықтарында көп дүниелер. Шрек деген сияқтылармен біздің бір батырымызды, Қобыланды батыр шығып, солармен
сондай бір сахнаға төбелесіп соның бәрін жеңіп тастаған екен. Жаңағы балалар келіп ата анасына айтады дейді, қобыландырба туралы маған мультфильм тауып бер деп айтады. Бұған дейін ол үшін батыр жаңағының бәрі болды ғой. Демек, шын мәнінде жаңағыдай не? Кеше бір досым айтып отыр, мына Италияның пиццасы Түркия мемлекетіне кірер кездегі несі туралы, маркетинг туралы. Олардың өздерінің пицца сияқты дүниелері бар ғой. Жаңағы. Сөйтіп еш кірмеген екен ол рынокқа, ол нарыққа кіре алмай қиналып. Сөйтіп жаңағы черепашка ниндзя дейді ғой. Сол мультфильмде тек қана пицца жегізе берген екен да, балалар содан кейін көріп пицца дей берген, сөйтіп пицца сол рынокты жаулап алған кәдімгідей. Демек, қарап отырсақ, кейде шын мәнінде біздің ақпараттық жаңағы құралдарымыз, біздің тілімізде, біздің құндылығымызбен, біздің батырларымызбен үлгермей жатқан болуы мүмкін. Бірақ біз сол жерде барды асырып, жоқты жасырып, бос жерді толтыратын педагогтар. Тәуелсіз ойлана алып, керек деген дүниені бүгін істеу керекті істей алатын. Ол керемет әңгіме айтып береді, бір-біріне сахна қойдыра алады. Оның өзінің қолында. Яғни бұл сол себепті алталас жиналса төр ұстаздікі деген сол үшін айтылады. Алталас жиналса төр ұстаздікі деген осындай дүниелерді жасайтын болғандықтан ол төр соныкі. Үлкен кісілердің көбісі айтады, мұғалім болғанда шапкамызды шешіп сәлем беретін едік, көшені жолды кесіп өтпейтін едік дейді. Не үшін? Үлкен осындай дүниелерді өзі жасай беретін болғандықтан. Ол басқаша бір адам ол. Сол себепті бұның басқаша жолы да жоқ, шын мәнінде. Қиын да дүние емес. Істей алатынымызды істейміз, істей алмайтынымызды істей алатындармен ақылдасамыз, отырамыз, балалармен сырласуға да болады. Істеуім керек еді, істей алмай жатырмын деп. Үміт етемін, сендер бұны істей алатын боласыңдар деген сияқты. Ол бір жауапкершілікті алып шығады. Сол себепті балаларымыздың деңгейіне түсіп, олардың тілінде сөйлесу үшін олар қандай ұрпақ ерекшеліктерін тануға мәжбүрміз. Әйтпесе, бір денсаулық саласынан мысал берейін. Бір врач келіп, сіздің ішіңіз ауыра ма, басыңыз ауыра ма сұрамай келіп дәрі жазып бере берсе, сіздің тісіңіз ауырып тұр, бірақ сіздің іш ауыратын дәріні берсе, сіз мынау жынды ма деген сұрақ сұрасаңыз, өте орынды болады. Сізден бірінші сұрау керек, сіз қандай адамсыз, қай жеріңіз ауырып тұр деген, соған қарап сай. Сол сияқты баланы да танып, кітаптағыны бере беру емес, бала сол нәрсені қабылдауға дайын ба қазір? Мына бір жағынан қарап отырсақ, ата-аналарға да осыны түсіндіру керекпіз. Мынандай мақал бар, бәріміз жатқа білетін, балабақшада жаттаған. Іш ауырса, тіс ауырса, анам дәрі береді. Барлық ана, барлық бала оны жақсы көреді. Қараңыздар, іш ауырса, тіс ауырса, анасы дәрі береді. Анасы дәрігер ма не? Неге дәрі береді ол? Жоқ. Бірақ іш ауырып қалса, кейбір сол сәтте істеу керек дүниені ол білет. Ал ол ушығып баратса, ол дәрігерге апарады. Ол сияқты педагогикалық кейбір құндылықтарды, педагогикалық құралдарды баламен қарым-қатынаста ата-ана білу керек. Ал ата-анаға кім білдіреді бұны? Бізде қай институт бар ата-аналарды осы бағытта оқытатын? Жоқ. Қазір сонда микрофон кімде? Айналып келгенде педагогта. Сол себепті осындай мәселемен, шынымен де егер балаға жанымыз ашсақ, және оны толық қалыптасуын қарасақ, оған әсер ететін Абай атамыздың кімнен жұғады дейді? Мінез ата-анасынан, ұстазынан және достарынан. Осының қайсысы көбірек жақын болса, содан көбірек жұғады. Осыларды да ұйымдастыру, микрофоны қайтта мектепте. Басқа ешкімде емес. Кім ойлаңыз, кімде болуы мүмкін басқаша? Жарайды, мен еш жерде бұған қол қойған жоқпын, бұған келіспеймін десеңіздер, бұл жасалмау керек деп емес қой, жасалу керек. Жарайды, кім істейді сонда? Кім істейді деп ойлайсыздар? Кімде бұл? Құқық кімге берілген? Кімге жарасады? Кімге не деп жатсың, саған бұл әңгімені айтуға кім рұқсат берді деп? Кімге беріледі? Педагогтан басқа ешкімде емес қазір. Сол себепті осындай
жақтары да бар екенін ескеру керек. Бағанадан бері айтып жатқан дүниелеріміздің бірі ағылшын мақалы деп өтеді, бірақ әр мемлекеттің өзінің бір сөзі осыған ұқсас кездеседі. Балаңызды емес, өзіңізді тәрбиелеңіз, себебі балаңыз бәрібір сізге ұқсап өседі. Яғни айтқанымызды емес, істегенімізді істейді деген әңгіме сол. Мектеп ұжымы дегенде мына екі сұрақты жауап нетіп алып, сіздер мұғалімдер жиналысында ма талқыласаңыздар болады, жалпы бастама ретінде. Кез келген ұстаздың білуі керек мектеп ұжымы ретінде осы екі сұрақ. Әскери патриоттық тәрбие қай сыныптарға беріледі? Кез келген ұстаздан сұрасақ біледі ма бұны? Жалпы бұл не десе? Және олардың не үшін керек екенін, өткен ұстаз болғаннан кейін бала айтты, әсіресе жаңағы 11 жасқа дейін. Кез келген ұстаз ол үшін алып тұлға, және әр нәрсені олар біледі деп ойлайды. Тіпті ата-анасының 100 рет айтқан әсер етпей, мұғалім бүйтіп айтты деп, мұғалімнің бір сөзі әсер ететін шақтар. Кейде ата-ана айтуы мүмкін, мен саған күнде 100 рет айтып жүрмін ғой, мұғалім айтты, бұлай істемеңдер деп. Кейде ата-аналар ренжіп жатады, балама 100 рет айттым ғой деген сияқты. Мұғалімнің ерекше әсер ететін шағы. Демек, осы әскери патриоттық тәрбиені беріп қалуға мүмкіншілік. Сол үшін осы мәселелерді кез келген мұғаліміміз әлі оған әскери дайындық деген сабақтар болсын болмас беріп қалу керекпіз. Не үшін дегенде бағанағы айтқандай Z ұрпақтың ерекшелігі не үшін екенін құп болады деп кез келген нәрсені түсінбесе де келіп істей беретіндей емес. Олар әлі әскер емес. Приказ не обсуждается деген түсінікті түсінбеуі мүмкін олар әлі. Оның ерекшелігі. Сол себеп осыны бір талқылап, бәрі біліп алу керек, және кімнен есту керек, содан естіп, бұның жауабын біліп алуға міндетті. Екінші, кешенді дедік қой, комплексный. Қолға алу керек кезде басқа мәселелер сияқты бұл мәселеде де уақытта 365 күнді 3 топқа бөле отырып, үшеуінде де осы дүние қалай қалыптасадыға назар аудару керекпіз. Біріншісі апта іші. Апта іші күндізгі уақыттар бұл мектептің еншісінде. Бұны толтыру. Кешкі уақыттар мен апта соңы бұл отбасында. 90-дық және жазғы демалыс бұл да отбасында. 365 күнді 3-ке бөлсек, ол тек арнайы уақыттарды емес, әрқашан қалыптасу керек дүние болғандықтан, осы сәттерде қалай қалыптасып жатыр. Мысалы, 7 мамыр бізде демалыс, 7 мамыр болмай жатып бір іс-шара өтуі мүмкін мектепте, бірақ 7 мамыр күні бала нағыз көгілдір экраны жаңалықтар болсын, басқа жерлерде де көшеге шықса да оның мәселесі айтылып жатқан кезде ата-анасынан сұраса, басқа бір жер бұл нәрсені қалай алу керек? Қалай дұрысы келеді? Қалай бұл бір-бірін толықтырып отырып, соңында бір жақсы нәтижеге жеткіземіздің бір концепт сияқты қалыптасу керек. Бұны да кімде микрофон? Бұны кім береді оларға? Мұғалімнен басқа пока ешкімді көріп тұрған жоқ. Мен өзім жеке ойым, сіздерде бар болуы мүмкін аймақтарыңызда. Сол үшін әзірге ештеңе айта алмаймын. Әрі қарай кеттік, чатта не деп отыр? Рухани ізденіс үстінде жүрсе, отбасындағы дұрыс тәрбие болса, жақсы азамат болып қалыптасады. Дұрыс айтасыздар, баланың рухани тәрбиесі дамытып, ата-ана берген тәрбие. Яғни бұны көбіне түсініп отырғанымыз, ата-ана береді екен. Бірақ ата-анаға кім береді екен? Ата-ана көбіне басқа ата-ана педагогты тыңдайды. Қазір кейде материалдық, оның киген киімі, мінген көлігі, тұрып атқан үйі, қолданған ұялы телефонына қарап, материалдық құндылықтар алдыға шығып кеткен заманда әлі кейбір сана сезімі дұрыс қалыптаспаған деу артық болады шығар, бірақ ол да материалдық құндылықтан шыға алмаған кейбіреулер көбіне оны нетпеуі мүмкін, мойындағысы келмеуі мүмкін, бірақ түбінде бәрібірде педагогты мойындайды. Ол педагогтың өзіне байланысты. 6 алаш жиналса төрге шығу өзі мойындатады.
мемлекетте әкеліп педагогтың статусын көтеріп бермейді. Педагог өзі көтереді оны. Өзі құрметті талап етпейді, құрмет беріледі дейді ғой. Маған құрмет көрсетіңдер демейді. Ол сондай адам болады, оны адамның бәрі көргенде құрмет көрсете береді. Осылай қалыптасады, келе жатыр шынымен де бұған. Мойындап келе жатыр. Адамдар көңіл бөле бастап жатыр. Отбасында отырған кезде баламмен сөйлесе алмайды екен деген нәрселерді айтып жатыр. Дұрыс естілмей тұр деген естушінің интернетінен болуы мүмкін, басқаларға қалай естіліп тұр екен. Жақсы. Рахмет. Сол үшін бұл жерде де түртіп алсаңыздар, бұл да маңызды бір жөн сілтеу керек болады. Кітаптар жазудың керек емес. 2-3 сөзден тұратын, орысша в двух словах дейді ғой. Дұрыс айтпасам, не терсіздер, астыға жазып жібересіздер. 2 ауыз сөзбен бірдеңе беру керек. Қазіргі кез келген нәрсе минимализм болып барады ғой. Дизайнның өзі минимализм. Үйін ремонт жасайтындар минимализм дейді. Көп нәрселер. Бренд жасайтындар, лого жасайтындар минимализм. Сол сияқты ата-анаға беретін дүниелерімізде 2 ауыз сөз дүниелер болу керек. Мына нәрсені бағана мен бөлсем деп отқанда, Рудныйда 15-ші мектепте әріптесіміз керемет жазып берді. Оны түртіп алсаңыздар да артық болмайды сіздерге. Мектепте болатын іс-шаралар, безендірулер, семинар, пікірталастар, түрлі конкурстар, газеттер, журналдар, қандай нәрсе шығып жатыр сіздерде, қандай платформа бар. Инстаграм болуы мүмкін, телеграм канал болуы мүмкін тіпті. Сосын қысқа метражды фильмдер көрсету, отбасы қатысасын осы әскери патриоттық тәрбиеге қатысты іс-шаралар, сыныптық мектеп кезеңіндегі жаңа патриотизм құндылықтарын анықтау сияқты дүниелерді жасауға болады. Апталық белгілеуге болады. Әскери патриоттық апталық деп, ағылшын тілі, математика апталықтар болады ғой мысалы. Ай деп белгілеуге болады. Ай беруге болады. Осы кезде барлық жаңағы директорынан бастап күзетшіге шейін, тазалықшыға шейін, оның бәрі ересек адамдар. Бала үшін қоғам осының бәрі. Олардан алып жатыр негізі. Өкінішке орай кейбір нелер болады. Үлкен сыныптармен бірге мектептің бұрышына келіп шылым тартатындар. Шын мәнінде бір айнаға қара деу керек, жаңағы педагогтың сипаттарымен қаншалықты үйлесіп жатырмын деп. Бұны әркім өзіне, былай айтқан кезде, әркім өзіне жауап беру керек. Сол үшін өзіне біреуді ешқашан бұндайын көрсек, тіпті әріптесімізді шұқылауға ешкімнің хақысы жоқ. Тек ортаға тастаймыз, оны көргендер өзіне алатын сабағын алады. Абай атамыз бірінші қара сөзін сөйтіп жазған жоқ па? Тыңдағысы келген тыңдасын дейді ғой. Сол үшін ол әсерлі. Кімге шұқыласақ, ешқашан әсерлі болмайды. Жалпы баланың даму ерекшеліктеріне сай, біздің ұстанымымыз туралы кішігірім осындай бір жазған болатын. Кішігірім осыны оқуға рұқсат етіңіздер. Әскери патриоттық тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру барысында біз үшін оқушыларымыздың отыратын, жататын жерінің қауіпсіз болулары маңызды болғандай, мазасының эмоционалдық жағдайда қауіпсіз әрі жайлы болуы маңызды. Ол эмоционально дайын болу керек бұл мәселелерге. Тәртіп және дисциплинаны сақтай отырып, бұл қаталдық емес, шатастырмаңыздар. Бірақ әрқашан мейірімділік көрініп тұратын біздің қарым-қатынасымыздан. Болмайды деп қабағымыздан қар жауып тұру емес, түрімізде мейірімділік, бірақ болмайтындай, орысша айтқанда решительность, біздің табандылығымыз. Болмайды, болды, балам, болмайды дегендей, мысалы. Жымай болмайды дегендей, мысқылдап емес. Түрімізден мейірімділік көрініп тұру керек. Әсерлі болады. Біз жол көрсететін адам болсақ та, уақыт өте келе стилімізді өзгерту керек. Бала өскен сайын. Мысалы, не істеу керек екенін орнына баламыздың пікірін сұрау. Сұрақтарына жауап түзе берудің орнына өзі жауап табуын ынталандыру. Осылайша баламыз өзі шешім қабылдай алатын, өз құндылықтарын жібермейтін, нанына ие болатын дейді ғой. Алыс жолға шыға алатын деңгейге келеді. Осылайша жасап жүрген жағымсыз әдеттерін, пайдасыз нәрселерді өзі тоқтата біледі. Баламызды сезімдер емес, баламыз сезімдерін басқара алатын болады осылайша.
эмоциональный интеллект деп батыстың жерден жеті қоян тапқандай айтып жүрген дүниелер де осындай, сезімдерін басқару. Біздегі көркем мінезділіктің 4 пунктің біреуі ғана эмоциональный интеллект деген. Бірақ өкінішке орай жерден жеті қоян тапқандай соны айтқыштар көп. Сол кезде оқушыларымыз ақылмен, сезіммен, рухпен, жүрекпен, міне осы төртеуі. Сезімде ғана емес, ақыл, рух, жүрекпен әскери патриоттық тәрбиені қабылдау мүмкіншілігіне үміт етсек болады, сонда ғана. Өйткені ол жүректің мәселесі. Жүрекке әмір жүрмейді деп айтады ғой бір ғашық болғандар. Дәл сол сияқты отанға ғашық болу. Рухы биік деген сөздердің бәрі байқасаңыздар, ақылмен түсінетін ғана дүние емес бұл. Сезіммен ғана не емес, сезіммен ғана олар есептемей стратегия керек дейді ғой, мысалы кейбір дүниелер. Сол сияқты сезіммен барып бірдеңе қопарып тастауы мүмкін. Рух, жүрек, оның бәрі толық қабылдауы маңызды. Соңғы жағына келіп қалдық. Өмірге бейімдеу ең бастысы. Өте дұрыс айтасыз. Өмірге бейімдеу баланы осылай өзі жолға шыға алатындай өмірге. Яғни біз кішкентай баланың несін қарау керек қой. Мысалы әрқашан қолданамын. Ходунок киеді ғой. Ходунок киіп өмір бойы ходунокпен жүрмейді ғой. Кішкене өкшесін баса бастаған кезде ходунокты уақытылы алып тастау керек. Ата-анаға сын болды. Дәл сол сияқты біздің пікірлеріміз де кейбір мәселелерде ходунок сияқты. Ары қарай ол өзі аяғын басып кету керек. Әйтпесе ойланбайтын, тек приказ орындайтын болып қалады. Бұндай адамдар сатып алу да оңай болуы мүмкін. Мына сұрақты да бір ойлансақ деймін. Оқушыларыңыздың орнында болсаңыз сіздер, өзіңізді алғашқы әскери пәннің ұстазы ретінде ұнатар ма едіңіз? Яғни кейбір маңызды дүниелерді беріп батырып, тәртіп дисциплинаны сақтаған үшін кейбір ұнатпауы мүмкін, укол сияқты. Бірақ пайдалы болуы мүмкін. Сонымен қатар жақсы көрдіңіз алдық па? Себебі бала қай пәнді оқиды? Жақсы көретін пәнін оқиды. Қай пәнді жақсы көреді? Егер оның мұғалімін жақсы көрсе, ұнатса. Сол үшін сұралды бұл сұрақ. Соңғы сұрақ. Әрбір азамат патриот болса, еліміз қалай өзгерер еді? Адал дедік бағана. Дауыс. 45-ші гимназия. Әрбір патриот, еліміз, әрбір азамат патриот болса, еліміз қалай өзгерер еді? Қараңыздар. Патриот болған үшін жемқорлық жасамайды. Патриот болған үшін әркім өзінің жұмысын таза істейді. Қайда барса да бір үлкен бір жаңағы нені бір көштің бір шетін жасап атқан, бір кетікті қалап атқан, кірпіш дүниенің бір кетігін қалап атқан сезініп, сол кірпіш дүние менікі дей алады. Мен кірпішпін деп жеке қалып қоймайды, эгоизмнің төңірегінде. Мен айдалада жатқан кірпішпін емес. Ол қоярға жер таппай айдалада жатқан жинап жүреді әрі-бері. Ол жүк. Егер ол бір дүниенің кетігін тауып орнықса, ол кәдімгідей пайдасын келтіріп тұрады. Дегеннен бастау керек деп ойлаймын. Назарларыңа рахмет. Уақыттарыңызды алып, бастарыңызды қатырсам, кешірім сұраймын. Артық айтсам да кешірім сұраймын. Мақсат қайталап өтейін, сіздерге ақыл айту емес. Ой сала алсам, мақсатыма өзім осы жауапкершілік. Бұл да бір жауапкершілік қой. Соған жеттім деп есептер едім. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, шәкірттеріміз аман, үлкендеріміздің ауызбіршілігі мықты болсын. Рахмет сіздерге. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Егер сұрақтарыңыз қателер болса, менің өзім байқамай кейбір қате дүниеде айтып қойған болуы мүмкінмін. Бөліссеңіздер де жақсы болады басқа әріптестер үшін. Жалпы 3 түрлі нәрсе айттым.
кейбір ақиқаттарды айттым, кейбір шындықты айттым. Әркімнің өз шындығы бар деген сияқты оған келіспеулеріңіз де мүмкін, ол да орынды. Және өзім байқамай кейбір өтірік дүниелерді айтқан болуы мүмкінмін. Мен де адаммын ғой. Сол үшін оны дұрыстау сіздерге сын. Рахмет сіздерге, рахмет. Сау болыңыздар, апталарыңыз сәтті өтсін. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыздар. Коллеги, вы не выходите, вы остаетесь. Вот вы начали выходить. Арашалардан айтты, осынан алды. Внутрь.